Кезекті кештердің бірі еді. Айдана күйеуіне ұзақ үнсіз қарап тұрды. Жүзінде ашуда, реніште, шаршауда қатары байқалатын. Ақыры ол жай ғана, бірақ әр сөзі салмақты үнмен: «Қаламбек, тағы бір рет осылай қайталанса, мынау ойын құрылғыңды да, қалған барлық заттарыңды да осы қорапқа салып, өзіңмен бірге анаңның үйіне жіберемін», деді. Бірер секунд бұрын ғана қонақ бөлмесін теледидардың жарқыраған жарығы мен ойынның дауысы жаңғыртып тұрған. Қаламбек қолындағы джойстикті бар күшімен қысып, жеңіске жеткеніне мәз болып айқайлап отыр еді. Жанында отырған ең жақын досы Данияр да одан қалысар емес. Ол диван үстінде секіріп, чипстерді жан-жаққа шашып, екеуі балаша мәз болып отырған. Екеуі де Айдананың бөлмеге үнсіз кіргенін байқамады. Оның жүзіндегі таусылған төзімді, ішке жиналған мұңды, ашуды көрмеді. Айдана ештеңе деместен теледидардың жанына келді. Баяу ғана еңкейіп, ойын құрылғысының тоқ сымын суырып алды. Сол сәтте экран әп-сәтте қараңғыланып, жаңа ғана үйді жаңғыртып тұрған дыбыс күрт тыйылды. Үйдің ішін ауыр тыныштық басты. Қаламбек аң-таң болып артына жалт бұрылды. «Не істеп жатырсың? Есің дұрыс па?» деп айқайлай бергенде, көз Айдананың аяғының жанындағы үлкен бос қорапқа түсті. Айдана еш асықпай, ерекше сабырмен ойын құрылғысының барлық сымдарын шешіп, оны қораптың ішіне салды. Оның әрбір қимылы алдын ала, 100 рет ойластырылғандай өте нақты еді. Дәл сол сабыр Қаламбектің бойына қорқыныш ұялатты. Сол кезде Айдана жай ғана: «Данияр, бүгін қайтқаның дұрыс», деді. Даусы көтерілмесе де, ішінде жиналған ашудың салмағы анық сезілетін. Данияр бірден жағдайдың оңай емес екенін түсінді. Үндеместен күртешесін алып, ешкіммен қоштаспай сыртқа шығып кетті. Айдана ойын құрылғысын қорапқа салып болған соң, артынан барлық сымдарын, ойын дискілерін және 2 джойстикті де ішіне тастады. Джойстиктің бірі тарс етіп жерге құлаған сәтте, көрші бөлмеден 6 айлық Әлидің ашы жылаған даусы естілді. Бұл жылау соңғы бірнеше ай бойы Айдананың өмірінің ажырамас бөлігіне айналған еді. Баланы тамақтандыру, тербетіп ұйықтату, жүргегін ауыстыру, әлде айту, әрең ұйықтатқанда қайта оянып кетеді. Бәрі қайтадан басынан басталады. Айдананың бүкіл өмірі осы шағын пәтердің ішінде өтетін. Бұрын махаббатқа толы жылы шаңырақ болған бұл үй енді кішкентай Әлидің тыныштығын күзететін орынға айналған еді. Еден күніне бірнеше рет жуылады. Барлық зат өз орнында тұрады. Үйдің іші балалар кремінің, сүттің және ішке жұтылған мұңның иісіне толы болады. Бұл үй Айдананың жалғыз әлемі еді. Ал күн сайын кешке сол тыныш әлемге Қаламбек достарын ертіп келетін. Жұмыстан келе сала: «Қатты шаршадым, біраз демалып алайын» дейтін. Бірақ оның демалысы ешқашан өзгермейтін. Алдымен бір досы келеді, кейін тағы бірі, артынша күлкі, айқай, бөтелкелердің сылдыры, ойын кезіндегі бақырған. Айдана күніне 2 рет жуып, тап-таза ұстайтын. Еден кешке қарай чипстің қиқымына, төгілген сусынның жабысқақ іздеріне толып кететін. Таңертең ғана кішкентай Әлидің сылдырмақтары жатқан үстелдің үстіне кешке қарай бос банка мен чипс қаптары үйіліп қалатын. Айдана бөлменің есігін ақырын ғана ашып: «Қаламбек, өтінемін, сәл жайырақ сөйлесіңдерші. Әли жаңа ғана ұйықтады, бүгін күні бойы маза таппады» деп сыбырлайтын. Бірақ достарының бірі күліпші: «Жеңше, біз кітапханада отырған жоқпыз ғой. Еркектер де бір демалсын», дейтін. Ал Қаламбек болса әйеліне кінәлі кейіппен бір қарап ала: «Не істейін? Достар ғой. 1-2 сағаттан кейін өздері кетеді» деп иығын көтеретін. Сол сәтте Айдана оның достарының көңілін қалдырмауға тырысатынын, ал өзінің өтініші кейінгі орынға түсіп қалғанын анық сезетін. Бірте-бірте ол дауласуды қойды. Үндемей баласының бөлмесіне кіріп, есікті жауып алатын. Телефонынан ақшу қосып, сырттағы айқайды басуға тырысатын. Өзі болса бесіктің жанында үнсіз отырып, көз жасын білдірмей сүртіп, жүрегіндегі тыныштықтың күн сайын қирап бара жатқанын сезінетін. Бірнеше күннен кейін кішкентай Әлидің қызуы көтерілді. Дәрігер оның тісі шығып жатқанын айтты. Бірақ бұл да Айдана үшін оңай болған жоқ. Әли күндіз түні жылады, қызуы көтерілді, түнімен ұйықтамады. Ал Айдана 2 түн қатарынан баласын құшағына алып, үй ішінде ары-бері жүріп шықты. Көзінің асты көгеріп кеткен, жүзі қуарып кеткен. Шаршағаны сонша, кейде өз денесін өзі сезбей қалатын. Сол күні таңертең Қаламбек жұмысқа шығарда, Айдана оның жеңінен ұстап қалды. Даусы дірілдеп тұрды: «Қаламбек, сенен әйелің ретінде емес, адам ретінде өтінемін. Бүгін ғана достарыңды ертпей келші. Бізге тыныштық керек.
Әлиге тыныштық керек. Мен енді шыдай алмаймын. Шынымен дәрменім қалмады. Қаламбек әйелінің жүзіне қарады. Шаршағаны анық көрініп тұр еді. Ол басын изеп, жарайды, Айдана, уайымдама, бүгін жалғыз келемін. Демалып ал. Мен бәрін түсіндім, деді. Айдана осы сөзге сенді. Күні бойы осы уәдеге үміт артып жүрді. Бар күшін жинап, кешке қарай Әлиді әрең ұйықтатты. Бесіктің жанында үнсіз отырып, баласының бір қалыпты тыныс алғанын тыңдап, көп күннен кейін алғаш рет көңілі аздап тыныштала бастағандай болды. Бірақ кешкі сағат 8-де есік тарс ашылды. Айдана, мен келдім, деген Қаламбектің дауысы естілді. Айдана күлімдеп қарсы алмақ болып дәлізге шықты. Бірақ сол сәтте жүзі солып кетті. Қаламбектің артында күліп тұрған Лейла бірге келіп тұр екен. Сәлем, Айдана. Біз жай ғана бір ойын ойнап кетеміз. Қаламбек айтты ғой, Әли ауырып қалыпты деп. Уайымдамаңыз, бүгін өте тыныш боламыз, деді. Ол еш қысылмастан үйге кіріп, Қаламбек те әйеліне қарап, Айдана, ренжіме, бірақ ойын ойнаймыз. Сосын кетеді. Уәде беремін, деді. Айдана ештеңе демеді. Сол сәтте оның ішінде бір нәрсе мәңгіге үзілгендей болды. Ол үнсіз ғана бұрылып, баласының бөлмесіне кіріп кетті. Әлидің қызарып жатқан жүзін көріп, жүрегі езіліп кетті. Бірақ сырттағы тыныштық ұзаққа созылмады. Әуелі сыбырлағандай сөйлесті, кейін күлкі көбейді, артынша айқай басталды. Бір кезде ойын ішіндегі жарылыс бүкіл үйді дүр сілкіндіргендей болды. Сол сәтте екі жігіт жеңіске жеткендей қатар айқайлап жіберді. Ал дәл сол мезетте бөлмеден қорыққаннан шошып оянған кішкентай Әлидің жүректі ауыртатын ащы жылауы естілді.